PlayStation ойнағанда да 2 сағаттың қалай өтіп кеткенін білмейсің ғой. Еш жерің талмайды да, бірақ тарауға келгенде талып қалады да бір жерінде. Кімде-кім Рамазан айында тұрса дейді, қаққа намазға тұрса, тарауға тұрса, түнгі намазға тұрса, кімде-кім Рамазанда тұрса, міне қара, тарауға келіп отырса, даканса тұру керек. Қашып кетуді қою керек. Өз жылына бір-ақ рет келетін Рамазан не пәле, қандай шаруа болып кетқан. Жайлап 8 оқыса да болады. Болмайды сіздерге 8 оқуға. Сіздің намазыңыз вообще келмейді пайғамбардың намазымен салыстыруға. Пайғамбардың 2 рәкағатымен таң атып кете бердім бұған. Қашып кетуге айтыр тек бірдеңе болса дайын тұрамыз. Болмайды, келмейді біздің намаз пайғамбардың намазына салыстыруға келмейді, бауырлар. Егер дұрыс емес десең, жәннати сахаба Омардың істеген дұрыс емес дейсің онда. 20 рәкағатың дұрыс емес дейсің. Соңына дейін тұру керек. Неге тұру керек? Амалдың жоқтығынан деп атыр ма пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Әшейін мына қарида жаман ұзақ оқитын бәлекет деп тұрсаң деп атыр ма? Мән қома Рамаданы, кімде-кім Рамазанда тұрса, қалай? Иманан уахтисабан, иманменен дейді. Иманмен деген не ол? Шын жүрекпен деген, ад-души деген. Келесі Рамазанда бармын ба, жоқпын ба деп тұру керек. Биылғы Рамазанда тұрып алайын мен. Уахтисабан, Алладан сауабын үміт етіп. Неге сауабын үміт етіп? Қарекеңнің оқыған әрбір әрпінде 10 сауап бар. Тыңдаған адамға қанша? Тыңдаған адамға. Тыңдаған адамға нешеу бар? Тыңдаған адамға да қаридің оқығанымен бірдей сауап жазылады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларға не дейтін болған? Оқыш, мен тыңдайын деп айтатын болған екен. Құранды тыңдау не ол, бауырлар? Құлшылық ол. Құранды тыңдау, иншалла, оқыған адаммен бірдей құлшылық болады. PlayStation ойнағанда да 2 сағаттың қалай өтіп кеткенін білмейсің ғой? Еш жерің талмайды да, бірақ тарауға келгенде талып қалады да бір жерінде. Көрдіңіз ба? Шайтан сондай дүниенің ләззаттарын әдемі қылып көрсетеді адамға. Мынадай құлшылыққа келген кезде бір жерін талдырады, қыштады, дәретіңді қысады, өйтеді, бүйтеді, біреу жазып қалады, өмірде жазбайтын біреу жазады. Тез келмесең, ойбай, біз не қылайын деп атпен. Соған кетесің жаңа 5-ші рәкаттан 6-ші рәкаттан. Негізі Рамазан басталғанда бұдан да көп пе еді адам, негізі тарауқта күн өткен сайын азаяды өзі. Бүгін көбейді ма? Қадір түні бір дейді, сонымен басында қалай тұрдың, даканса солай тұру керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір күн тарауққа келген адам деп айтқан жоқ. Целый Рамазан деп атыр. Рамазанда шаруаның бәрін таста, Алла үшін не істеу керек, бауырлар? Мен қалжыңдап айтып жатырмын, бірақ рас айтып жатырмын. Тарауқтан қалмау керек, бауырлар. Тарауқтан қалмау керек. Шаруаң қапылып атса да не істемеу керек? Тарауықтан қалмау керек. Енді адамдардың шаруасы біткен кез ғой, енді түннің ішінде не шаруа бар енді? Жұмыстағылардан басқалардың барлығы тарауқ намазына келіңіздер, қатысыңыздар, өзіңдегі жалқаулықты жеңіңіздер. Ауыз ашқаннан кейін түсінем, бәрімізде болады. Жай қисайып кішкентай көзіңе ұйқы келіп, тұрғыз жібер бірден өзіңді бейт. Тұрай деп. Шайтан жоқ кезде кімнің уәсуасына бөленіп атсың сен деп. Шайтан жоқ өйткені, өзіңмен өзің әлек болыпсың ка. Бәрін қамап тастады шайтанды, біз тарауққа келсін деп. Дұрыс па? Солай ғой, хадисте соны айтып тұр ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Шайтанның барлығы кісендеулі деді. Тозақты жапты да жәннатты ашты деді Алла тағала. Міне осы мүмкіншіліктен айырылып қалмауды Алла нәсіп етсін. Мына бүгінгі Мәида сүресі Құран кәрімнің иншалла Алла тағала сауаптан жазсын. Мына қарекеңдерге Алла күш қуат берсін. Елімізде жыл сайын мыңдаған Құран жаттаған ғалымдар, қарилар көп болсын. Еліміздің егемендігі қиямет күніне дейін мәңгі болсын. Алла бүгінгі тұтқан оразамызды қабыл етіп, ертеңгі оразаға күш қуат берсін. Алла келесі жылғы Рамазанда ораза ұстап тарауықтарда тұруды баршамызға нәсіп етсін. Аллаху акбар.